Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен каналымда сіздерге пісуі ұзақ уақыт болса да жасалу жолы өте жеңіл тағамдардың бірі бұқтырманы менің версиямда жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін көріңіздер. Бұл тағам өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттардың барлығын міне дайындап алдық. Ет, құйрық май міндетті түрде, пияз, сарымсақ, сәбіз, тәтті бұрыш, қызанақ, аскөктер, картоп және де кішкене капуста қажет болады. Барлығын видеода көрсетілгендей тураймыз. Құйрық майды осылай майдалап, жіңішкелеп турап аламыз. Содан соң еттерді барлығын қалауыңызша турасаңыздар болады. Мен осылай ірілеу етіп турадым, және де пиязды кәдімгі күнделікті қалай тураймыз, солай турап қоса береміз. Болгар бұрышында барлығын осы мен видеода қалай көрсеттім, солай турасаңыздар тағамда өте әдемі көрінеді. Картоптарды ірілеу етіп тураймыз. Сол кезде картоптарыңыз езілмейді, тағамда өте әдемі болып көрініп тұрады. Және де капустаны мен осылай ірі күйінше, жапырақ күйінше қолданамын. Ал сіздер қалауларыңызша турап, майдалап қоссаңыздар да болады. Міне мен осылай бүтін күйінше қолданып, тағамның бетін осымен жабатын боламын. Ал сіздерге бұлай ұнамайтын болса, майдалап, турап қоссаңыздар да болады. Міне біз барлық заттарды турап дайындап алдық. Енді кезекте барлығын қазанға рет-ретмен орналастыратын боламыз. Ең астына осылай құйрық майымызды саламыз. Содан соң ірілеу етіп туралған етімізді және де пияз саламыз. Пиязымызды көбірек саламыз. Сол кезде тағамға өте тәтті дәм береді, ерекше дәм береді. Содан соң болгар бұрышын, картопты саламыз. Бір ескертетін жағдай, мен сияқты тағамды көбірек жасайтын болсаңыздар, осылай бір қатар салып болғаннан соң, немесе жарты затымызды салып болғаннан соң арасына тұзды және де қалауыңызша дәмдеуіштерді қосуды ұмытпаңыздар. Мен тұз, паприка және де қара бұрыш салам, сонымен қатар бір лавр жапырағын саламын. Осы кезде сарымсақты саламыз. Бұл сарымсақты салу міндетті емес, қаламасаңыз қоспасаңыздар да болады. Қызанақтарымызды да барлығын орналастырып, осы салған қатарларымызды тағы да қайталап, қалған картоптарымыздың барлығын салып, бетіне тұзымызды, қалған дәмдеуіштерімізді саламыз. Барлығын салып дайындап болғаннан соң, ең бетіне аскөктерімізді салып, содан соң капустамыздың жапырақтарымен осылай тағамның бетін жауып шығамыз. Осыдан соң мен бетіне кішкене бұрыш сеуіп жібердім дағыны. 100-150 граммдай суымызды құйып, қазанды қатты отта қойып, бұрқыратып, бір қайнатып аламыз. Содан соң газдың ең аз жылдамдығына қойып, 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. Сол кезде біздің тағамымыз дайын болып пісіп тұрады. Міне арада 1,5 сағаттан соң біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді, қош иісті, керемет тағам болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Картоптары езілмеген, ірі күйінде барлығы тамаша дәмді болып шықты. Тамағымыз піскеннен соң ғана барлығын араластырып, ыдысымызға салып, отбасымызға ұсынамыз. Ас болсын, ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сіздермен бірге болған Боташка.